Сәлем достар, бүгін асқабақ пенен нан рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жеңіл. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 100 грамм суға жылы, 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант қосып, араластырып, бетін 10-15 минутке жауып, дрожжидің көтерілуін күтеміз. Енді 250-300 грамм суға 1,5 шай қасық тұз салып араластырамыз. 700 грамм ұнға көтерілген дрожжимызды қосамыз. 50 грамм сұйық май қосамыз. Дайындап қойған тұзды суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеода көрсетілгендей. Қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Бізге асқабақ және жуа қажет болады. 500 грамм асқабақты тазаланған күйінде турап аламыз. Оған 1 шай қасық тұз қосамыз және сұйық май қосамыз кішкене. Араластырып, духовкада асқабағымыз жұмсарғанша пісіреміз. Піскен соң асқабақты езіп аламыз. Оған қара бұрыш қосамыз. Қуырылған 1 жуа қосамыз. Енді көтерілген қамырды кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Домалақтаймыз. Кішкене демалған соң қамырды жұқалап жаямыз. Ұн себе отыра. Езілген асқабағымызды, салмамызды қамырға салып, екінші жартысын жауып, үстінен басып шығамыз. Қамырдың ішіндегі артық ауалары шығып кетеді. Табамызды қыздырамыз. Құрғақ табаға нандарымызды салып пісіреміз. Піскен нанымызға сары май жағамыз. Екі жағына да. Өте дәмді асқабақ қосылған нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады, жеңіл және майсыз. Отбасыларыңызға ұнайды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.